Сәлем достар, сіздермен мен бүгін Clasher.kz арнасы. Достар, мен қазір Қазақ армия деген кландамын. Өздеріңіз білетін шығарсыздар. Бұл кланда білмейтін қазақ клэшерлері жоқ шығар, себебі бұл кланда білмеу мүмкін емес. Ол клан қазіргі уақытта Қазақстан бойынша 26 орында тұр. Бұл енді кубок жинау мақсатында емес, бұл клан КВ аралығында. Қазақстан бізді білетін шығарсыздар, бірақ бұл клан КВ кезінде бұл нашар. Себебі бұл клан боевойдың өттаған бір баламан жіберген болатын. КВ статистикасы бүкілі қып-қызыл. Ал сіздермен қазір қазақ армия кланын көрсетемін. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет клан, жақсы жігіттер, жақсы активный клан және қонақ жайлы клан. Мен сөйлескен болатын, Ал классы 4 опыт бар екен, киелі санды, киелді бұл қасиетті санды болуы мүмкін, сиқырлы 131 жеңіс, КВ-да өте керемет. Ал кірпағын болсақ, жасыл. Өте қалай керемет. Бұнда 5 поражение, 1 поражение, 2 поражение, 3 4 поражение және 5 поражение, 6 поражение. Достар, керемет. Жасыл көптіңіздер. Және мені айтқан болатын, группада салған болатын, дуэл болды деп. Қазақ армия KZ арасында 73-62 қазақ армияның жеңісіне қарай Мега Empire газетпен дуэл болды. Қазақ армия арасында 59-47 қазақ армия жеңді. Мен бұл кланға жанкүйермін, өте керемет клан, өте мен жақсы көремін осы кланды. Керемет боевой клан. Ал бұл жерде қазір оларда КВ болып жатыр, сондықтан атакаларын көре алмаймыз. Содан ход войны бұрынғы 20 сағат бұрын біткен КВ-сын көрсетеміз. Бұл жерде көптаңыздай 3 звезда алды 35 рет, бұлар 24 рет, 2 звезда 0 рет алынды. Қазақ армияда оларда 11 рет, 1 звезда 0 рет, оларда 0 рет. Christmas Island дейді, бұл қандай жер екен білмеймін, айтары Island деген Island, арал деген сөз. Ал қазір біз 100% алынған көртаңызды бүкілін жапқан ұшылға бұл өте керемет TH9 бүкілін жапқан. Ал біз керемет атакаларымыздың үстіне барайық. Бірді TH9 фулды Кука деген жігіт алып кеткен, өте керемет тактика. Королева плюс хилка. Білмейтін королева деп қойды. Мына жерден крепс команданы шығарып алды. Одан кейін ятты жіберді. Содан мына жерден королеваны лақтырды хилкамен бірге. Содан кейін королева драконды өлтіріп алады. Мына жерден голем кетті. Жарты ортанғал фул дефтерді құрту үшін. Одан кейін мына жақтардан қабандар кетті. 4-4-5-5 тұстан. Өте керемет тактика бұл. TH9 фулдарды алып кетудің ең оңай тәсілді ойлап өткен, себебі бұлай атака жасаған ыңғайлы, бірақ хилкамен королева болу үшін, жаңа Ерхан деген бала айтқан болатын чатта, герой 15 уровеннен жоғары болу керек деп. Мүмкін солай да шығар екен, королевам 9 уровенде сондай, маған хилкалар келмейді. Және айтатын нәрсе, менде дракон 4 уровен болды, мен БК салған болатынмын, хилкан 4 уровенге жібердім. Королева мен хилканы атакасын көрсетемін келесі жолы. Одан кейін бағалайсыздар, енді 2-ге жасаған атакасын көреміз. Керемет. Және мына жерде маған ұнағаны крепс кланы шығарып алды. Мына жерден жоқ, бұл атакада емес қой. Мына жерде қаншаны шығарып алды. Содан кейін мен қазір топ клан осы КВ-шний клан дейді ғой, КВ-лық кландар. Мен енді осы
кешірім өткен болатынмын. Короче, енді осы сіздерге подписчиктерге арнап осы тактикаларын, КВ-дағы атакаларын көрсететін боламын. Ертең видео түсірсем, ертең жексенбі қой. Ертең видео түсірсем 13-ші регионға барамын. Ол кланда жай-жай емес, Шымкенттік клан. КВ-да өте керемет атака жасайды. Сол кланға барып обзор түсіремін. Мына жерден қабандар голем кетті. Одан кейін қабандар былай екі етіп отырды. Керемет атака. База жоқ кәдімгі сүйсініп көретін атакамыз. Скелеттерді кетіріп алды. Голем қабанға рейдж дейді. Мүмкін оларда ондай да болатын шығар. Мына жерде сөйтіп 100% алды. Керемет жалпы атакалар. Енді ТХ9 атакасын көрсетейін. Шардара деген brutal.com деген базаға тәжістен көреміз. Мына жерде өте керемет ұнады маған. Қараңыздар, препискаларын шығарып алды ғой. Мына Ганшая шықты. Ганшаяны қалай өлтіргенін қараңыздар. 2 лук, содан кейін Хилка 4-ші уровень. Ал Ганшая болса, короче, уақытты Ганшая осыларға алып отырады. Енді өлтіре алмайды ғой себебі. Олардың жиынын қайттан Хилка беріп отырады. Ал Ганшая оғыларға мән бергенше дейін база 2 жыл немесе 3 жылға алынып отырады. Мен егер видео немесе тактика атакалар пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Себебі мен осы кланға сіздер үшін келдім, подписчиктер. Хейтерлер өздері біледі ғой, мен ештеңе демеймін. Әйтеуір мені мазаламаса болды. Егер осындай видеоларды күткіңіз келсе, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Сіздердің тек қана шағын көмектеріңіз қажет. Ол кландарыңыздағы несі достарыңызды каналға шақырып, әрқашан видеоларды көріп, просмотр көбейткіздіріп, лайк басып отырсаңыздар болды. Ол маған керемет өте қуанып қаламын, сондықтан менің шабытым оянып кетеді видео түсіруге. Сіздерге қиын емес деп ойлаймын, себебі лайк басу каналға тіркелу оп-оңай нәрсе, бүкіл адам зат баласы істей алатын нәрсе. Хоть лайк басыңыздар, каналға тіркелсеңіздер, адамға ол бір мелкий нәрсе болса, шағын ғана ол адамға қуаныштық сезімін білдіреді. Мына жерде Ганшая өзі қалып қойды, сөйтіп база 3%-ге, 3%-ға алынды. Енді ТХ8-дердің атакасын көреміз. Бұл жерде Саят 30-ші тұр, 3-ге атака жасағанын көреміз қабанмен. Бұл жерде 30-ші тұрғанына қарамаса, бұл жігіт атака жасады. Бұл жерде ақыл мен қолдылық керек. Бұндай базаларда үшін енді қарап отырсақ, қолдан дүние болса, ТХ8 любой базасын қабандармен, 4-ші уровень қабандармен алып көтуге болады жалпы. Бұл жерде қабандар жіберді бұлай. Одан кейін заклинание жіберілді. Өте керемет бастау және аяқтау. Керемет атакалары сүйсіндіреді. Мен бұл кланда бұрыннан бері жанкүйер болып келемін, себебі бұрыннан бұл кланға сенген болатынмын. Енді екі атаканы көрсетейін. ТХ8-дегі мына жерде Еламан деген жігіттің атакасы. Голем мен хоктармен атака жасаған. Керемет. Егер сіздерге осы КВ пайдалы болса, каналға тіркелемін, және осы кланға келгіңіз келсе, келіңіздер. Мен бұл кланда емес, сондықтан заявка тастаңыздар. Егер ТХ8 фул болу керек, ал недерде ТХ9-дарда герой 10-15 уровені жоғары болу қажет. Заявка тастайсыздар ғой, енді қабылдаса, сіз бұл кланның мүшесісіз.
Ал кабылдамаса енді босансыз боласыз деген сөз. Енді екінші атаканы көрсетейін. Фархат деген баланың жігіттің, то есть бала жігіттің ғой. Бұл жерде қабандармен атака жасаған. Бұл клан, по-моему, хок любитель деймін, чисто бүкіл атакалар хоктармен. Енді топ-микс болса болады шығар. Бұл жерде мен атакаларды, шағын ғана атакаларды көрсететін боламын. Керемет атака, керемет деген тактика жүгірді болады, себебі бұл артық болмайды. Енді тығылы тоғыздардың енді бір атакасы болса, енді бастауыш. Сонда көрсетіп кетейін қазір бар болса енді. Ол жерде жеті Ғани деген глава ғой. Сол жігіттің шармен, шармен атака жасағанын көретін боламыз. Крепсканда голем бар деймін, себебі екі воздушканы құрту, ол мақсат. Оны құртсақ барлық кетеді деген сөз. Бұл жерде королева тағы кетті. Король мұнда ремонттау деймін, улучшение. Бір воздушка кетті. Ортаңғы дефтерде кетті. Және опана, міне екінші воздушкада кетті. Енді екі-ақ воздушка кетті. Екі воздушкаға қаншаялар барады. Крепскаланадан не шықты ғой қаншая. Қадес көтіпін. Керемет, ойлаңыздар, екі воздушканы королевамен опанай алып кетті. Деді күлкі лағып жүр. Міне осы мені видеоның соңына келіп жетті. Егер сіздерге ұнаса видеоролик лайк басыңыздар, лайк басу тегін, және сіздермен тағы да болған Clash.kz арнасы және Қазақ армия кланы. Бұл кланға мен рахмет айтқым келеді. Келесі уақытта дамып Қазақстан бойынша топ клан номері бірінші тұрғанына тілектеспін. Енді артық кетпейді, глобалдарда бірінші орын болса өте керемет. Өте қонақжайлы клан. Ал видеоның соңын аяқтайын. Сіздермен бүгін болған Clash.kz арнасы және Қазақ армия каналы. Каналды бүгін кланы деп сандырып отырмын. Лайк басыңыздар, рэп жасаңыздар, достарыңызды каналға шақырыңыздар. Сау, саламат болыңыздар достар.